қанқақсатқыш шенеунікке. Бастық емес бәлесің, түзетпейді сені айтылған неге сын. Қарамағың шағымданды маған кеп, мен шамдансам көресің. Ылғи осы, не бір емес, екі емес, қызмет саған сүзісетін теке емес. Іш насырға шапса талай көрдің ғой, құтқара алмас әкең түгіл, көкең еш. Сақтап қалу үшін шыбын жаныңды, тексергенге қалтаң қанша қағылды. Сақтағанмен мән сабыңды орныңды, енді ағарта алмайсың сен арыңды. Жан жиреніп жібергенде бөтен ғой, ашуға да қатты алдырып кетем бой. Алаңғасар ардың күрдің адамға алпыста да ақыл кірмейді екен ғой. Бастықтыққа бара бермей егеске, бейімделер уағың болды емес пе? Ұлы Абайдай болыс биді мінеген, абайлап жүр, алып мына менеске. Көкейімнен қиып шыққан көкжал үн, көк айылдың өртер мінін боп жалын. Мен бұхардай бұлқан талқан болғанмен, сен баспадың Абылайдың ақ жолын. Шенеуніксің, кресло емес, астыңда от. Төтеп бере алмайды сел тасқын от. Махамбеттей атсам сөздің жебесін, қаласың сен қасалбасты басқырып. Не қылған деген сол өлеңнің несіне келеді деген. Сол өзі Абаймен сол Махамбеттің стилімен жазылған. Дәл қазір енді Абылай болатындай басшылар болып жатса, қастарында бір бұқар жүру керек қой, болу керек.